жыр жорығына аттандым, кезіп жүрдім. Мен бір сәт дамылдадым, көзімді ілдім. Жазылмаған жырымды жалғайсың ба? Жаңа жыр бастайсың ба өзің білгін? Жауап қалған. Мынау не? Басыңа шығып тұрған ба? Әппағында ерің жұқтырған ба? Әй, қайранмын. Қалай шыдап жүр екенсің, жылаушың ақсығындап тұрғанда. Бал едік, тау түседі. Үйретпеп тау өмірдің тек сені. Басқан десін қарадың, бас биік қой. Биік жерге алдымен қар түседі. Тентектікті бердім ғой балаларға. Бермесіңе қоймайды шара бар ма? Оңып тұрған жерің жоқ сенің дағы. Тілін қайтып барады табалауға. Айтарын ашып айтқан абайламай, дариғай, махамбеттер, абайларай. Бес. Қара сазының бойында өлең жазды саған арнап бір ақын. Түнгі аспаны тым жарық. Кеткендей ме бұл тауларда сырғалып. Мұқағали өмір сүріп кеттіне қасиетті қан өлеңге жармалып. Биік жолда жатқан белестер бір сырларды жасырғандай өрескен. Хан тәңірге ұзақ тұрып қарасаң, Мұқағали бет-бейнесі елестер. Сені халқың үшін өлең болып жауар ең. Мұқағали қазынасы қауелең. Қадіріңді түсінбеді әттең ай, мойындайтын жөні келді паралем. Сырларыңды айттық мекен шәмілге, Фаризаға айттың бекен мұңыңды. Сырлар жатыр өлеңіңнің түбінде, мұңдар жатыр ел шырқаған әніңде. Бесіктегі бала сені таниды, қарттар сені әңгіме қып жүреді. Мұқағали жалғыз ақын ел үшін өлең болып жаратылған жүрегі. Жоқ, басы жақсы басталды, бірақ соңында мүлде шашыраған өлең жолдар секілді. Аталардың әруағын рухтап келіп отырған сіздердің әр қадамдарыңызға Алла Тағала нұрын серпсін. Аудандық байқауында үздік нәтиже көрсеткен үшін Исабаева Айым марапатталады.